Сәлеметсіздер ма, әріптестер? Мен сіздерге дарынды оқушымен жұмыс жоспарының ішінде қандай тапсырмалар болады, сол туралы таныстырып өткім келіп отыр. Мен үлгі ретінде бірінші сыныпқа арналған дарынды оқушымен жұмыс бағдарламасын жасаған болатынмын. Ол бағдарламаның қысқаша мазмұнымен таныстырып өттім бірінші видеода. Енді мына екінші видеода сол дарынды оқушыға арналған бағдарламамен жұмыс жасау барысында қандай тапсырмаларды қолдануға болады, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен біз ата-анаға арналған жауап парағын толтыртып аламыз. Бұл жерде ата-ананың үміті деп аталады. Балаңыздан қандай нәтиже күтетініңіз жайлы бірнеше сөйлем жазыңыз деп тапсырма бересіз. Ата-ана өз баласының болашағы жайлы жазып өту керек. Ал келесі тапсырмаларда бұл менің жетістіктерім деп аталады. Бұны дарынды оқушы өзі жүргізіп отырады. Күнделікті жүргізсе де болады, немесе өзінің жетістіктерін қай күні, қай кезде, қай айда алды, нақты жазбаша жазып отыру керек. Бұны бала өзі жүргізіп отыру керек. Келесі тапсырма ата-анамен орындалатын тапсырма. Бұнда жетекші сұрақтар беріледі. Мысалы, балаңыздың қандай ерекше қасиетін байқадыңыз? Балаңыздың ерекшелігіне қалай жауап бересіз? Балаңызды ерекше балалар қатарынан көре аласыз ба? Балаңыздың істейтін әрбір қадамын сізбен ақылдаса отырып жасай ма? Балаңыздың әр сұрағына зейін қойып жауап бересіз бе? Болашақта кім болғанын қалайсыз? Балаңыздың арман мақсатын білесіз бе деген жетекші сұрақтар бере отырып, ата-анаға толтыртып алуға болады. Бұл сіздің дарынды оқушыңызбен жұмыс жасауыңызға таптырмас мүмкіндік болады. Келесі тапсырма, бұл сауат ашу пәніне арналған әртүрлі тапсырмалар. Шашылған әріптерден сөз құра, қарамен жазылған әріптерді ғана оқы. Міне осындай тапсырмалар берілген. Осы тапсырманы әр сабақта балаға беріп отыруға болады. Бұдан кейінгі нөмір 4-ші тапсырманы ашайық. Бұл жерде көбіне жаратылыстану пәніне арналған сюжетті суреттер. Бұны сауат ашу пәніне де қолдансаңыздар болады. 5-ші тапсырмада шағын мәтіндер берілген. Сол мәтін бойынша әрқайсының астында тапсырма берілген. Бұл бірінші сыныпқа лайық мәтіндер, жеңіл. Осы мәтінді өзіңіз оқып бересіз. Бала сол бойынша астындағы тапсырманы орындау керек. Бұдан кейінгі тапсырма математика пәніне арналған. Бұл жерде әртүрлі логикалық есептер, геометриялық фигуралар, жұмбақтар, математика пәніне қатысты тапсырмалар бар. Міне осы тапсырмаларды әр сабақта бере отырып, сіз дарынды оқушымен жұмыс жүргізе аласыз. Жалпы дарынды оқушыларға арналған бағдарламаның негізінде берілетін тапсырмалар жиынтығы осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.